Эдгар Аллан По. Қара мысық. 3 бөлім. Бұл бақытсыздықтың себебі мен салдарын іздеп, оны өзімнің қатыгез әрекетіммен байланыстырып, әбігерленуге менің батылым жетеді. Тек бүкіл оқиғаның егжей-тегжейін сүзіп өткім келеді. Көзге ілінбес, тіпті күмәнді жайттың өзін қағыс қалдырғым келмейді. Өрт болған күннің ертеңінде өрттің орнына барып қайттым. Үйдің бір қабырғасынан басқасы түгел құлапты. Менің төсегімнің бас жағындағы 2 бөлменің аралығындағы жұқа қабырға ғана аман қалыпты. Оның сылағы да түспеген, сол қалпында. Оны мен қабырғаның жақында ғана сыланғанынан болар деп ойладым. Сол қабырғаның жанына көп адам жиналыпты. Бәрі бір жерге шұқия да сұқтана қарап тұр. Ғажап, сұмдық сияқты құпиялы сөздер көңіл қытықтайды. Мен жиналған жұртқа жақындадым. Қабырғаның ағараңдаған бетінде алып мысықтың Барфилд бейнесі сияқты бірдеңе көрінеді. Мысық бейнесінің дәлдігіне қайран қалдым. Мысықтың мойнына байланған жібі де бар. Алғашында бұл елес, оны басқаша айта алмаймын. Менің үрейімді ұшырып қайран қалдырды. Алайда ойлана келе сәл көңілім сабасына түскендей болды. Мысықты үйдің жанындағы бақ ішіне асып қойғаным есіме түсті. Өрт кезіндегі аласапыран дүрбелеңде баққа жұрт қаптап кетіп, сонда біреу жіпті қиып, мысықты алып ашық терезеден менің бөлмеме лақтырып жіберген болса керек. Мүмкін солай етіп ұйықтап жатқан мені оятқысы келген де болар. Менің қатыгездігімнің құрбаны болған мысықты қабырға құлап, жаңа ғана сыланған аралық қабырғаға жапсырып тастаған болуы ықтимал. Мен көрген сілем өрт кезінде үйтілген сол мысықтың жатқан орны болуға тиіс. Әлгі баяндалған ғажап құбылысты оп-оңай түсіндіріп, ар-ұятымды ақтап, көңілімді жұбатқаныммен бәрібір ол көкірегімде өшпес із қалдырды. Ұзақ айлар бойы мысықтың бейнесі қыр соңымнан қалмай қойды. Содан сырттай, тек сырттай, өкініш тәрізді бір сезім көңілімді қатты ұялағандай болды. Тіпті мен мысықты өлтіргеніме опық жегендей болдым. Тәуір көретін сол мысығымның тұқымдастарының ішінен соған ұқсас біреуін енді өзім күні-түні шықпайтын болған ескі жатақтардан іздестіре бастадым. Бір күні түнде құдай қарғаған бір жерде қалғып-мүлгіп отырғанымда әлгі үйдің бар жиһазы болып табылатын джин немесе ром құйылған абажадай үлкен кеспектің үстінде тұрған қап-қара бірдеңеге назарым ауды. Сол тосын нәрсені бұған дейін қалай байқамағаныма қайран қалып, әлгі кеспелтектен көз айырмай біраз отырдым. Мен орнымнан тұрып барып, оны қолыммен сипаладым. Қарасам, өзі ірі, бір ғана айырмашылығы болмаса, нағыз Плутоннан айнымайтын қара мысық екен. Плутонның терісінде бір тал ақ қылшық жоқ еді. Ал мына мысықтың алқымында солғындау ақ теңбілі бар. Менің көңіл аударғаныма қуанып кетті. Білем, жаймен сипап едім, ол мияулап орнынан атып тұрды да қолыма сүйкене бастады. Ал мен болсам дәл сондай мысықты іздеп жүргенмін. Сол заматта оны сатып алғым келді. Бірақ үйдің қожайыны ақшадан бас тартты. Өйткені оны бұрын-соңды көрмеген, оның қайдан пайда болғанын да білмейді екен. Жалғасы бар.